термин қалада ұқсай бірін деп жүр. Чотам. Чотам. Бар Алматыда. Алматыда кімдер бар? Мынау жынды Ё-моё. Брат, нормально ма, брат? 8 сыныптар, сендер үшін Қазақстандағы ең үздік, ең түсінікті математика сабағын дайындадық. Соңына дейін қараңыздар. Соңына дейін қараған оқушыға сыйлығымыз бар. Сәлем достар, мен бүгін 8 сыныптарға арналған тақырып бойынша жасыл фигуралар туралы айтып беремін. Нақтылай айтсам, аудандар туралы. Жалпы сіздер білесіздер, математика екіге бөлінеді, 7 сыныптан бастап әрине. Алгебра және геометрия деп, иә? Ал геометрияның өзі тағы да екіге бөлінеді. Планиметрия және стереометрия. Мүмкін сіздер естімеген боларсыздар, бірақ сіздер қазіргі моментте планиметрияны өтіп жатсыздар. Яғни 2D және 3D. Сіздер мүмкін киноға барғанда естіген шығарсыздар 3D дегенді. Ол D деген dimension деген сөзден шықты, яғни оның қанша бағыты бар екенін көрсетеді. Мысалы 2D объектте ұзындықпен ен бар, а 3D объекттерде 2D объекттері және оған биіктік қосылады. Сонымен біз бірақ бүгін планиметрия туралы айтамыз. Яғни біз тек қана ұзындықпен енді ғана қолданамыз. Сонымен мен айтып кеткендей, ауданды табу үшін бізге ұзындық ені керек. Және тіктөртбұрыштардың ұзындығын табу үшін біз осы формуланы қолданамыз. S A көбейту B. Және мен сіздерге 1 минуттай берейін. Сіздер видеоны паузаға қойып, өз бетімен шығарып көріңіздер. Ал сонымен мен ойлаймын сіздер біттіңіздер деп. А деген ол ұзындық рөлін атқарады, а Б деген ен рөлін атқарады. Яғни 8 сантиметрді 5 сантиметрге көбейтсек, бізде көбейту кестесін білетін шығарсыздар, 40 сантиметр шығады. Бірақ біз сантиметр бұл аудан болғандықтан ол 2D объект қой. 2D-да 2 бағыт болады. Яғни бұл жерге біз квадрат деп жазамыз. Мен ойлаймын, бұл есеп тым оңай болды сіздерге, сол үшін біз келесі деңгейге көшейік, орташа деңгейге. Трапецияның жоғарғы негізі 6 сантиметр, төменгі негізі 10 сантиметр, биіктігі 4 сантиметр, ауданын табыңыз. Трапеция деген не еді? Тик. Трапеция деген екі параллель негізден тұратын, иә? Мен оны асты үсті деп айтам. Жоғарғы және астыңғы. Иә? Бұл негіз деп аталады. Негізі. Табан және жоғарғы негізгі. Және олар параллель болады, и олардың шеткі нүктелері жалғанғанда трапеция құрайды. Яғни, трапеция деген осындай фигура. Сонымен, трапецияның жоғарғы негізгі 6 сантиметр, ал төменгі негізі 10 сантиметр дейді. Биіктігі 4 сантиметр дейді. Яғни, биіктігі ол басынан аяғына дейін ғой. Биіктігі 4 сантиметр дейді. Сонымен, видеоны паузаға қойып, осы есепті шығарып көріңіздер. Ал енді мен сіздерге трапецияның ауданның формуласын көрсетейін. Оның аудан формуласы екі негіздердің орташа мәні. Яғни, екі негізді қосып, екіге бөлгенде біз оны ұзындық деп санайық. Және биіктігі, яғни биіктігі, бұл жер мағынада ені ғой, еніне көбейтеміз. Яғни А қосып бөлінген 2 ол ұзындық трапецияның орташа ұзындығы. Соларды қосып, біз орташа ұзындығын табамыз. Және оны еніне көбейтеміз. Сонымен қосып көрейік. 6 қосу 10 қосу 6 16 бөлінген 2 көбейту 4. 16-ны 2-ге бөлсек 8 көбейту 4 32 сантиметр. Сантиметр ма? Жоқ, өйткені аудан ол әрдайым 2D. Сол үшін сантиметр квадрат. Ал енді ең қиын
есептерді шығарып көрейік. Сонымен сіздер білмесеңіздер шеңбердің біз таба аламыз. Есімізге түсірейік, шеңберде не бар? Шеңберде центр бар, иә? Шеңбердің центрі бар. Және біз оны O деп белгілейміз. Ағылшын сөзінен origin деген сөзден шықты, O. Және оның радиус бар. Осы орта нүктеден, иә, кез келген осы шеңбердің нүктесіне дейінгі зат ұзындық ол радиус деп аталады. Ал ең ұзын екі радиустан тұратын хорда деген кез келген екі нүктеден жалғанатын сызық. Ең ұзын хорда ол диаметр. Диаметр деген мен айтып кеткендей ол ең ұзын хорда, және диаметр әрдайым орта нүктеден өту керек. Мысалы, біз осы жерді таңдайық. Иә? Және диаметр шеңберді екіге бөледі. Теңде екіге бөледі. Сонымен бұл есепті өз бетімен шығарып көріңіздер. Ал сонымен мынақта айтып кеткендей, біз қабырғасы 12 см квадраттың ішінде төбесіне жанасатын шеңберді шығарып көру керекпіз. Мысалы, міне осындай квадрат бар. Қабырғасы 12 см болады, квадраттың ішінде төбесіне жанасатын жарты шеңбер. Яғни жарты шеңбер деген ол жарты шеңбер. Жарты шеңбер деген жарты шеңбер. Логика бойынша. Бұлай оны кішірейтейік, және оның диаметрі бір қабырғаның радиусына бір қабырғаға тең екен көрсетіп тұр. Бұны ұзартып көрейік. Осыны сурет шығады. Енді қараңыздар. Біз білеміз, квадраттың формуласы, төртбұрыштардың формуласы А көбейту Б ғой. Бірақ біз қабырғасы 12 см болатын квадрат туралы айтып жатырмыз ғой. Яғни квадрат деген ол әр қабырғасы бір-бірде тең. Демек, 12 см және 12 см. Осы фигураның ауданы А көбейту Б деп есімізде, бірақ А да Б да 12-ге тең, сол үшін 12 көбейту 12 бізге 144 см квадратты береді. Және біз көргендей, диаметрі де 12 см-ге тең ғой. Диаметрі 12 см-ге тең. Радиус диаметрдің жартысы. Радиус табу үшін біз диаметрді 2-ге бөлу керекпіз, және 12 см бөлу 2 ол бізде 6 см болады. Сонымен бірақ жарты фигураның ауданын табу үшін, жарты шеңбердің ауданын табу үшін, яғни біз мынақа төртбұрыш белгілеп қойық, шатаспау үшін мынақа шеңберді белгілеп қойық. Біз шеңбердің формуласы осындай екенін білеміз, иә? Бірақ бұл жарты шеңбер болған үшін оны 2-ге бөлеміз және орнына қояйық. 1/2 көбейту пи көбейту 36. Яғни 18 көбейту пи. Квадрат ауданынан сол жарты шеңбер аудан алынып тасталды дейді. Яғни бізге керек ауданнан, иә, төртбұрыш шаршы ауданынан осы шеңбер ауданын алып тастаймыз. Яғни 144 минус 18 пи. Пи деген ол 3/14. Пи деген ол 3/14. Сонымен біздің жауабымыз, мен қазір калькулятормен қолданайын. Пи деген 3/14 екен жазып қояйын. 18 көбейту 3/14 көбейту 3/14 азайту 144. Біздің жауабымыз 87/48 сантиметр квадрат болып шығады. Жарайды, рахмет назарларыңызға, сау болыңыздар.